Сәлем достар, бүгін біз мына жерде аэропортта жүрміз. Біз багажды тапсырдық, енді кеттік ауылға. Достар, мен Турциядамын, Стамбулда. Бәрі түркше, күшті. Біз топпен Стамбулға жеттік және метродан саяхатымызды бастадық. Метроның төбесіндегі жазуларды көрсеңіздер, бұл станциялардың атаулары. Әр станцияға жеткен кезде сол станцияның белгісі жанады екен. Өте ыңғайлы екен. Және де жазуларына келетін болсақ, түркше және ағылшынша атауларымен жазылады екен. Енді кезекте көрсеңіздер, ескіден жабылды. Телевизорларда әрбір станцияға жеткен кезде сол станцияның атауы жанып тұрады. Ал мына жерде мен влог түсіріп мәз болып отырмын. Енді біз шықтық өзіміздің станциямызға. Енді саяхатымызды ары қарай жалғастырайық. Осы жақта біз мынандай жылжымалы баспалдақтарға міндік. Сонымен ары қарай есікке жетіп метродан шығып баратырмыз. Негізі метродан шығар жолдың да көптеген бағыттары бар екен. Шығар есіктің бізде Кадикой деген станция. Мына жердің табиғатын қарасаңыздар, бұлт. Мен тағы да және де туларға қарап мәз болып отырмын. Стамбулда таңқалдыратын тағы бір жайт метро мен теңіздің жақындығы. Метродан шыққан сәтте теңізді көресіз, және де теңіздің астындағы метро бар екенін, және де мынандай теңіздің бетінде жүретін паромды көреміз. Осы паромға мініп теңіздің тамашалап қайттық десек те болады. Бұл енді біз ары қарай теңіздің бетімен пароммен келе жатырмыз. Келесі бір жаққа. Көк теңіздің бойында кемемен жүру бұрын сонда арман болған, бірақ сол арманым Стамбулда орындалды. Стамбулдың теңізінде кемемен бүкіл Стамбулдың жан-жағын қарау ерекше жақсы әсер қалдырды. Қуанып, бақытты күйде болдым. Мына толқындарды қарасаңыздар, бір ерекше күш береді. Мына жердегі шағалалардың ұшқаны кинодағыдай әсер қалдырады. Осындай әдемі толқындарға ілесіп біз Галата мұнарасы орналасқан ауданға келе жатырмыз. Достар, мына жақта біз бір жерден өтіп бара жатырмыз. Осындай көше. Мына жерде мини базар. Мына жақта әрбір бутикта тулар ілініп тұрады екен. Нағыз патриоттар. Достар, мына жақта біз машинада жүрміз. Бір қызығы сәулет өнері Галата мұнарасынан қарағанда қаланың тұрмыс тіршілігі мені көбірек қызықтырды. Жол жөнекей осындай әдемі көріністерді көріп, бәрін бір түсіріп алуға тырыстым. Қайтар жолымыз тағы да пароммен көк теңіздің үстімен жалғасты. Кешкі уақытта теңіздің толқындарын көру, теңіз бетінде жүру өте бір күшті, жақсы эмоция сыйлады. Және теңізде паромның төбесіндегі патриоттық тулары да ерекше.